Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Құрметті халайық, Путин өз жауабын берді. Яғни, Сауд Арабиясының Джидда қаласында өткен үлкен келіссөздерден кейін америкалықтар мен украиналықтар белгілі бір қорытынды шешімге келген болатын. Яғни, соғыс басталғалы бері болып жатқан осыны мәселелерді реттеу үшін бір ай мерзімге, яғни 30 күнге жуық атысты тоқтату туралы келісімге келді. Украина тарапы бұған келісім берген болатын. Енді әлем елдері Кремль не дейді екен деп оның аузына қараумен болды. Былайша айтқанда, Кремльдің жауабын барлығы күтіп отырды, және оның арасында Трамп та бар. Енді осыған байланысты Путин өз жауабын берді, және оның жауабы бар, сонымен қатар қоятын шарттары бар. Алдымен Зеленскийдің айтып отырған мәлімдемесін білесіздер, бұл келіссөз уақытша болғанымен бұл жалпы Украинаның қауіпсіздігіне кепілдік болу керек деді. Сонымен қатар бұл ұзақ мерзімді бейбітшілік болғанда қалап отыр. Бірақ Ресейдің жауабы мынадай. Украина, біріншіден одан қоятын шарттары, Ресей тарапының қойған шарттарының бірі бұл НАТОға кіру талпынысынан бас тарту керек. Украина НАТОға кірмеу керек. Яғни, бұған дейін соғыстың алғашқы шарттары болған Ресейдің шекарасына НАТОның жақындауы Мәскеудің үрейін ұшырған болатын. Бұл бірінші шарты Мәскеудің қойып отырған. Украина НАТОға кірмеу керек. Бұдан бас тарту керек. Екіншіден, Украинаның территориясына қандай да бір сыртқы күштер, енді Путиннің меңзеп отырғаны бұл жерде сыртқы күштер, бұл Европа мемлекеттерінің Украина аумағындағы қауіпсіздік сақтау үшін әскер жіберуге деген талпынысы Мәскеуді әбден үрейлендіріп тастады. Мына имекеңдер басқарып отырған ОДКБ-ның үрейі отырғанда сол. Егер Европа мемлекеттері әскер жинап Украина жеріне әкеліп төгетін болса, онда ОДКБ да оған жауабын береді деген болатын. Бірақ Иманғали Тасмағамбетов, Европа мемлекеттеріндегі көшбасшылар бұндай әрекеттерге барғанымен бірігіп, бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарғанымен көшбасшылары, қарапайым халық дейді, Европаның демократия сүйгіш халқы бұған келісе қоймайды деп отыр. Демек, бұның ықтималдығы төмен деп отыр. Өткен Европа мемлекеттері әскер әкелетін болса, оның жергілікті халықтар оған қарсы шығуы мүмкін деп отыр. Енді ОДКБ-ның да үрейі шығып отырған нәрсе, ол Европа әскері қаптайтын болса Украина жерінде, онда бұл тіпті үшінші дүниежүзілік соғысқа әкелуі мүмкін. Мен сіздерге өткен жолы видеода айтқан болатынмын, Қырым соғысын, 1853-1856 жылдар болған Қырым соғысы кезінде осы Украина жерінде болды, олда Қырым түбегінде болды. Бұл сәйкестік па, әлде жай ғана ұқсастық па, ол жағын өздеріңізге қалдырдық. Сол жолы толық талқылап берген болатынмын. Қырым соғысы қалай болды, Ресей не істеді, Ресей қалай жеңілді, оның жеңілуінің себептері, Европаның көмекке келуі, Осман сұлтанына, ол кезде Осман империясының бір аймағы болатын Қырым жері. Міне сол жерге көмекке келген Европа әскері Ресей әскерінің тасталғанын шығарған болатын. Севастопольдегі қырғын шайқас, бұл соғыс Ресейдің масқара жеңілісімен аяқталып, Париж бітім шартына қол қойған болатын Ресей. Амалсыздан Европаның қойған шарттарына келіскен болатын. Енді сонымен айтайын дегенім, Ресей әскері бұл Украина жерінде әрекет етіп жатқандығы белгілі. Қазіргі кезде қаншама аймағын жаулап алды. Енді екінші қойып отырған талабы Ресей тарапының бұл шетелдік әскердің осы Украина жеріне келмеуі керек деп отыр. Деп отырған үшінші талабы бұл Украина осы кезге дейін Ресей басып алған территорияны мойындау керек деп отыр. Яғни Ресей әскері осы кезге дейін Украинаның біршама аймағын басып алған болатын. Міне сол аймақтарды мойындау керек, Ресейдің құрамына кіргендігін. Алайда Зеленскийдің алғашқы мына екі талапқа көнгенімен үшінші талапқа көнуі екі талай. Себебі Зеленскийдің осы кезге дейін айтып келе жатқан мәлімдемесін жақсы білеміз біз. Бұл айтып отыр Зеленский. Ресей Украинаның бұрынғы шекарасын қалпына келтірсін деп отыр. Европа мемлекеттерінің де қалағаны сол. Алайда Кремльдің жауабы осындай болып отыр. Ал енді сонда бұл нені білдіреді? Бұл соғысты одан әрі созу ма?
Путиннің мақсаты соғысты одан әрі созып титықтату ма? Сонымен қатар Путин мына сұхбат берген кезде айтқан болатын. Осы кездегі Курскідегі жағдай, яғни Ресейдің аумағында Курскідегі жағдай, Украина сарбаздарының жағдайы қиын деп отыр, қоршауға түсіп қалып отыр деп отыр Ресей әскері тарапынан. Ал бұл уақытша келіссөз, яғни бір ай мерзімге атысты тоқтату Украина үшін жағдай жасап беру мүмкін дейді Ресей тарапы. Яғни украиндықтардың қайтадан ес жиып алуына мүмкіндік береді дейді. Ал Зеленский керісінше айтып отыр. Бұл уақытша бітім шарты Мәскеу үшін тынығып алуына мүмкіндік бермеу керек. Ол жалпы ол уақытша атысты тоқтату келесі келіссөздерге жол ашу керек деп отыр. Яғни ұзақ мерзімді бейбітшілікке жол ашу керек деп отыр. Алайда Мәскеу мен Киевтің жауабы екі түрлі. Ал енді осындай тұста Америка құрама штаттары қандай саясат жүргізеді? Себебі Трамптың жасаған мәлімдемесін білесіздер. Джиддадағы келісімнен кейін мына Америка құрама штаттарының үлкен үміті болды, енді сырт көзге болсын, жалпы үміттері болды мына соғысты тоқтатуға байланысты. Ал егер соғыс тоқтатпайтын болса ше деді, Ресей тарапы бұдан бас тартса ше деді, яғни атысты тоқтатудан бас тартса деді. Сонда Трамп айтқан болатын, мен оған арнайы өзімнің жауабым бар, яғни санкция түрінде жалпы Ресейді қысымға алуға байланысты. Бірақ осы кезге дейін Байден әкімшілігінің жасап келген санкция үстіне санкция салып, Ресейде әбден ығырын шығарып жіберген болатын. Ресейліктердің тіпті құлақтары үйреніп қалды Америка құрама штаттарының санкция салуына деген. Ал енді тағы да осындай келіссөздің тығырыққа тіреліп отырғаны. Айтып отырмын ғой, Зеленский НАТОдан бас тартуы мүмкін, немесе шетелдік екінші талабын да орындау мүмкін, яғни шетелдік қандай да бір әскери күшті Украина аумағына кіргізбеу туралы талапты да орындау мүмкін. Бірақ мына үшінші келісімге көне қоюы екі талай. Себебі Зеленскийдің осы кезге дейін жасап келе жатқан мәлімдемесін сараптайтын болсаңыздар, Зеленский Украинаның аумағынан бас тартпайды, Ресей басып алған. Ол қандай да жолдармен болсын, дипломатиялық әдіспен болсын, ол аумақтарды қайтадан өзімізге алуымыз керек деп отыр. Алайда бұл жерде тағы бір мына мәселені айтуымыз керек. Трамп өзінің сайлаушыларына берген уәдесін орындап, бұл соғыс тоқтату үшін Украинаны мәжбүрлі түрде осынау келіссөзге алып келу әбден мүмкін. Өйткені осы кезге дейін Ақ үйдің есігін тарс жауып шығып кеткен Зеленский мінез көрсеткенімен артынша бәрібір үлкен көмекті Америка құрама штаттарынан алып отырғанын мойындады, және Америка құрама штаттарымен болған осынау айқаймен аяқталған келіссөзге өкінетінін айтты. Қайтадан дипломатиялық байланысты жаңғыртайық деді. Бұл қалай дегенмен де Украинаның қаншама күшті әскерді Америкадан алып отырғанын көрсетіп отыр. Яғни қанша дегенмен, қанша ренжітсе де, Трампқа қанша жаны келсе де, бәрібір сол Америкадан әскери көмек алып отырғанын мойындауымыз керек. Тіпті мына Европа көшбасшыларының өзінің жиналыстарын қарап отырасың, сол кезде мына Ұлыбританияның үкімет басшысы Кир Стармер болсын, Франция президенті Макрон болсын, осылар жиналған күннің өзінде де осынау жоспарды Америкамен талқылайды. Бірінші өздері талқылап, содан кейін Америкамен талқылайды. Сонда бұл жерде нені білдіреді? Бұл Американың Европаға ықпалының әбден күшейгенін көрсетеді. Өйткені айтып отырмын, американдық капитал сонау бірінші дүниежүзілік соғыстан бастап Европаға ішкерлі ене басады. Екінші дүниежүзілік соғыстың кезде тіптен бұл процесс одан әрі өршіп кетті. Мына Францияның кезіндегі мына екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен үлкен құрметке ие болған Шарль де Голль деген француздар президенті Американың Европа жеріндегі ықпалына өте қатты қарсы шыққан адамдардың бірі. Ал қазіргі кезде Европа мемлекеттері қанша жерден талқылай берсін мәселені, бәрібір Америка құрама штаттарымен келісуіне тура келіп отыр. Біз соны байқап отырмыз. Европа мемлекеттері қанша жиналды осыған дейін? Қанша қалада жиналды? Париж болсын, Берлин болсын, Варшава болсын, олардың барлығы сол келісімдер жасап алады да өзара, содан кейін барып оны Америкаға хабарлайды. Бұның өзі Америка құрама штаттарының Европа саясатына қалай ықпал етіп отырғанын көрсетеді. Сонымен Путин өзінің жауабын берді, ұзақ мерзімді болатынын қалап отыр, бірақ мына аталған үш шарт қайтадан Украинаның тығырыққа тіреді. Енді әрі қарай көрейік. Трамп Украинаны мәжбүрлей ма? Жығылған үстіне жұдырық қылып, келіссөзге алып келе ма? Мойында деп Ресейдің басып алған территорияларын. Әлде Путинді тығырыққа тірей ма? Яғни Путинді қандай да бір
үлкен санкциямен не болмаса басқа да бір экономикалық әдістерді қолдана отырып Путинді тығырыққа тірей ма? Қалай ойлайсыздар, немен аяқталуы мүмкін? Зеленский айтып отыр, бұл соғысты созып отырған, әдейі созып отырған Путин деп отыр. Ал Путин айтып отыр, мына жақта біздің қоятын шарттарымыз бар, бұған келісеміз, атысты тоқтатайық, бірақ менің мынадай қоятын шарттарым бар деп отыр. Демек, келіссөздер тығырыққа тіреліп келе жатқан сияқты.